Бәр нәрсеге таң қалам әкесі, жағдайыңыз туралы неге үкіметке айтпайсыз? Президентімізге айтсақ сізге көмектеседі ғой. Не деп жатсың анасы? Президентіміздің өзінің жұмысы өзіне жетеді. Менің ризығым өзіме жетеді. Неге олай дедіңіз әкесі? Президентіміздің бір минут уақытысын ұстасам, оның жауабын ақыретте қалай беремін? Президентіміз Қазақстанның басшысы ғой. Ол желкесіне көтерген жүкті қайсы бір адам көтере алады? Барша қиналған адамдардың, барша ауырып жатқандардың, жалпы Қазақстанның азаматтарының барлығының сұрақ жауабы ол кісінің мойнында ғой. Сонда бір ғана менімен санасу керек па? Мұсылмандардың жүгі оның желкесінде. Енді мендей бір ақымақпен санасу керек па? Ол өкіметті, халықты, қиналғандарды, мұсылмандарды, туды, еліміздің күшін, Қазақстанымыздың өркендеуін ойласын. Қағылмасын, сүрінбесін, жолынан таймасын, халқын тастап кетпесін, туын төменге түсірмесін. Дұшпанның фитнасына, шайтанның қиласына, қаһарын досына, еліне қарсы шықпасын. Егер бас кешіп жеңілдім десе, онда біз одан ақыретте сұрағын сұрайтын боламыз.